Хирургиялық онкология саласындағы роботтық хирургия қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды емдеуде төңкеріс жасады. Роботтық хирургияның науқастар үшін қандай артықшылықтары бар? Өте аз ауырсыну, жылдам қалпына келу және жұмысқа жылдам оралу. Көптеген асқынуларсыз роботтық хирургия қатерлі ісік операциясынан кейін науқастардың қалыпты өмірге оралуына мүмкіндік берді. Қатерлі ісікпен ауыратын науқастарда роботтық хирургияның көрсеткіштері қандай? Гинекологиялық қатерлі ісіктері бар науқастар, мысалы жатыр ісігі, аналық без ісігі және жатыр мойны ісігі, сондай-ақ асқазан ішек жолдарының қатерлі ісіктері, мысалы тоқ-ішек, асқазан және ұйқы безі ісігі және өкпе қатерлі ісігі бар науқастар. Мұнда роботтық өкпе лоботомиясы жасалуы мүмкін, және ауыз қуысының қатерлі ісігі бар науқастар. Мұнда трансоралды роботтық хирургия жасалуы мүмкін. Роботтық хирургия дегеніміз хирургтың операция жасауы, роботтың өзі емес. Хирургтың қолдарының науқасқа әсері робот арқылы жүзеге асырылады. Шын мәнінде хирург операция жасайды, ал робот науқастың ішінде сол қозғалысты орындайды. Сондықтан хирургиялық онкологияда роботтық хирургияны қабылдап, барлық науқастарымыз үшін ең жақсы онкологиялық нәтижелер мен өмір сапасын қамтамасыз етейік.